Сәлем балақай. Бүгінгі жаңа тақырыпты менімен бірге үйренуге дайынсың ба? Ендеше бастаймыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк қалдыруды ұмытпа. Біздің бүгінгі тақырыбымыз жол бағытындағы ерекше белгілер. Оқулығымызды ашып, мына бір суреттерге назар аударайық. Нені көріп тұрмыз? Оқушының мектепке бара жатқан жолын көреміз. Осы жолда әртүрлі шартты белгілермен нысандар белгіленген. Оны біздер оқымай-ақ суретті шартты белгісі арқылы тани аламыз. Бірінші суреттегі шартты белгіні қарайық. Ол жерде оқушының артында емхана деген шартты белгіні көрсетіп тұр. Және оқушы мектепке қарай жолдан өтпекші. Ол бағдаршамдағы жанып тұрған сары түсті көрді. Ол жүруге дайындалды. Келесі суретке назар аударайық. Бұл жерден біздер аялдаманы көріп тұрмыз. Ол жерде оқушы мектепке қарай баратын автобусын күтіп тұр, және аялдамада әжей отыр. Бұның аялдама екендігін қайдан білдік? Сол жерде ілініп тұрған шартты белгіден білдік. Бұл белгі автобус аялдамасы дегенді білдіреді. Келесі оқушы мектепке барар жолда нені кездестірді? Метроны кездестірді. Біздер бұл жердің метро екендігін қайдан білдік? Оны мына шартты белгіден білдік. Бұл метро дегенді білдіретін шартты белгі. Осылай оқушы өзінің мектебіне жетті. Балақай, кейбір нәрселерді біздер атауының жазуынсыз шартты белгілері арқылы да тани аламыз. Мектепке келер жолда жан-жағыңа мұқият қарайтын болсаң, мұндай белгілерді көптеп кездестіруге болады. Қане балақай, төмендегі суреттерге қарап, олардың атауын ойланайық. Бірінші суретте тұрған бұл емхананың шартты белгісі. Емхана дегенді білдіреді. Екінші автобус аялдамасы. Үшінші бағдаршам. Төртінші метроны білдіретін шартты белгілер. Жақсы балақай, енді бірге жұмбақ шешейік. Сөйлеуді ол білмейді, бірақ тоқта, жүр дейді. Жұмбақтың шешуін өте тез таптың деген ойдамын. Шешуі бағдаршам. Балақай, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.